Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және оқушылар. Мен Түркістан облысы Арыс қаласы Бейсентаев мектебі 7-ші сынып оқушысы Күмісбек Айгүл Тәттібекқызының жетекшім Керимова Назира Асанқызы. Менің бүгінгі өнертапқыш байқауына алып келген жобамның тақырыбы «Тамырына су барғанда адам дауысымен сөйлейтін үйде өсіріледі гүл». Менің мақсатым сіздерге гүлдің қалай адам дауысымен сөйлеуін көрсетемін. Бұл идея маған қалай келді? Мен осы кабинетке келгенде гүлдердің солып жатқанын көрдім. Солай маған идея келді. Олар гүл құраған кезде шөлдеді деп хабар береді. Ал мен оған су құйған кезде ол адам даусымен сөйлеп көп рахметін айтады деген идея келді. Осы идеяны жетекшіме айттым. Жетекшім бірден келісе кетті. Біз осы аппаратты қолдан жасадық. Бұл құрылғының жасалу жолын айта өтсем, бұл тек қарапайым заттардан жасалды. Мысалы, мынау колонканың дыбыстық жүйесі, ал бұл судың датчигі. Бұл біздің осы жобамыздың ең басты құрылғысы. Бұл құрылғы қалай жұмыс жасайды? Яғни бұл құрылғы бұл датчик гүлдің тамырына орнатылған. Бұл гүлдің қураған, шөлдемегенін білдіреді. Мұнда біздің гүліміздің қанша пайыздық су ішкенін, қанша пайыздық су ішпегенін білдіріп тұрады. Ендеше мен сіздерге осыны қосып көрсетемін. Су құйған жоқ. Бұл менен суды сұрапты. Ал мен оған гүлге су құямын. Және де датчикті тамырға орнатамын. Көп рахмет. Суың тәтті екен. Шөлді қанды. Осылайша мен гүлді адам даусымен сөйлетемін. Қорытындыға келер болсақ, бұл гүлді, яғни осы аппаратты әр үйге, әр гүлге орнатып қойсаңыздар тіпті жақсы болар еді. Өйткені сіздер гүлге су құюды ұмытып кеткеніңізде, бұл гүл сіздерге өзі ескертіп, су ішкім келеді деп айтып тұрады. Менің ендігі алдағы уақытта